الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله تعالى قرآن aytadi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين deb biz seni жаңыз рахматқа жібергенбіз адамларның барысына деп Аллах Тағала айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да хадисінде айтады, Аллах саламанға болсын, ар-рахимуна ярхамухумур рахман, жазықсынушыланы дейді, жазықсынушы дейді. Аллах айтады. Ирхаму ахлал ард, жазықсыныңыз дейді, жер ахлыны, ярхамукум ман фис-сама, жазықсыны дейді, сізді көктегі дейді. Көктегі дегені жамағат адам терс аңламасша. Сағатта бұл немеле көп қатышқан себепле байларын да чертіре керек болады. Көктегі деген, миіктегі деген мағынасын айтылады. Суму деген сөзден шыққан ассама деген сөз. Аллах Тағаланы хар заттан да миік болғанын, көгіскен затты бұл. Аны кебеге Аллах Тағаланы келечісі Абу Хурайраның келген хадисінде айтады, Аллах Тағаланы саламанға болсын. Инна Аллаха катаба китабан қабла ан яхлуқал халқ. Инна рахмати сабақат ғадаби, фаху мактубун индаху фауқал арш. Аллах Тағала дейді, жазғанды китаптың дейді, жаратылған затының барын жаратқын үшін, жазған дейді Аллах Тағала бұл сөздені, инна рахмати сабақат ғадаби, мен рахматым дейді, ачуымы озған дейді, фауа мактубун индаху фауқал арш. Ол дейді, Аллахта аршыны башында жазылып тұрған затты деп Алла айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Бүгінгі құтбабыз Аллах айтса жамағат, ислам дінде рахматлықны, қатерлікні, жазсымақлықны орны не болған үстінден, аны үстіне сөйлешек біз Аллах айтса. Сыйлы ислам дініміз жазсынуыны, жұмышақ жүректілікні, рахатлықны, ашқылықны денеді. Ұлы Аллахның сыйлы атларыны бірі де ар-рахманды. Аллах Тағаланы ар-рахман деген жазсынушы деген аталайды. Рахматлы халал, жұмышақ деген мағынасы. Халаллық бір Аллахның кесінден ол адамлаға жіберілген пайғамбарланы, Аллахның пайғамбарыны, Аллахның саламаңа болсын, үсі бада көрінеді. Эм ақыр келечісі біздің сыйлы Мұхаммад пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, ол бүтеу адам ұлыға, бүтеу аламланы барын жіберілген Аллаху Тағаланы сыйлы Құр'анда аны үсінен айтылады. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Біз сен жібергенбіз дейді, жаңыз рахматлыққа дейді. Жаңыз рахматлыққа жібергенбіз аламлаға дейді. Дінде пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның дүнияға келгені мұраты, Аллах Тағала мұраты дүнияда пайғамбар алейхиссалату вассаламның жіберген сатта рахматлықтың жайға болған жамағат. Қиылықны түл, азаплықны түл, ачуыны түл, бір-бірін қанын төккені түл, Аллах Тағала не дейді? Рахматқа жіберген деп Алла айтады. Осы себептен сыйлы пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам зорлықтың орнына жазсынуға көріп болмауны, жұмышақлықны болмауны, дұшманлықны орнына жұмышақ жүректілікке шақырады. Емді Аллах Тағаладың келечісі шақырғаны рахматлыққа, емді бір-бірін кешерге, емді бірін жазсынырға аңа шақырған. Сағатта заманлада пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам рахматлыққа шақырғалығына сағатта қарасақ, бұқынлық миллетімізде жайылғандан жайып барады. Миллетте түл саулай дүнияда болып барады. Бұл адамның жазысы мағалық. Адам өле тұрса да, картқа алған болмасаны қатына келіп, аңа болушмаған. Адамның өлімі бош-бош бір зат. Аллах Тағаланың келечісі пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде айтқанлайына, Аллахқа дейді, тыншты дейді, кәбаны ойылғаны, дүнияда мұсылман адамның қаны аққаннан несі дейді. Айтырға бір тамчы қаны төгілгеннен несі, Аллахның алдында кәбат жоқ болып кеткен, ол тыншырақты деген Аллах Тағала айтады. Аллах Тағаланың келечісі. Осы себептен жамағат, бұл артықсыз да бұл зұлымлық, бұл қынылық саатта қарасақ, түшір улаға, сәбилеге, емді жылы келген қартлаға сыналған бір затты жамағат.
Saatda жаш төлі, сейір бір жаш төлі болған. Аллах Тағала кесі түз жолына салсын. Не қадар ачы жүректі, не қадар хын адам, не қадар аяусыз болса, о қадар да сыйлыға саналып барған бір заманға келген біз. Мұңа қарайық Аллах Тағаланың дініне келішен бұл зат. Не да Пайғамбар алейхиссалату вассаламна сүннетіне келішкен зат мыды. Аңа бір қарайық. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады: "Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман." Жазықсынушылан дейді, жазықсынушы жазықсыныр дейді. Жазықсынушыланы, кечүүчүлени, жазықсынған аяушы адамланы, біреуіні хын етерік болса, аны орнына аны аяп, ауырлық бермегелі әрі сөйлешкен адамланы Аллах жазықсыныр дейді сені осатты. Аллах Тағала айтты, келечісі: "Ирхаму ахлал ард." Жазықсыңыз дейді жер ахлуны, адамлар жер ахлусын дейді, адам, жануар не түрлі затыны көктегі сізді жазықсыныр деп Алла айтады. Аллах Тағаланы Құр'анда жазған кітаплар, Аллах Тағаланың түшірген Құр'аны бізде қарасақ, Хар сураның алында Аллах Тағала Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтады. 113 сураны алай башланады. Жаңыз Тауба сура болмаса. Тауба суранда алы Бисмилла деп башламағаны, алы ачула башланған себепле мұнафиқліге, Аллахқа қаршы болған адамға алында кешмеклік сөздерін айтмайды Аллах Тағала. Ама қалған аятларында суралардың алына қарасақ, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башланады. Нет мағанасы башлайма Аллахна тыбла кечүүчү, эмда жазысынуучу рахматлы Аллахна. Ачулу, кыруучу, жакайымге сулуучун деп айтнат жамаат. Кечүүчү, жазысынуучу Аллахна атыбла башлайма деп Аллах Тағала алай башлаткан бизге сураланы. Аллаху Тағаланы Құр'анына қарағаңыз болса, рахмат деген сөз сыфатта прилагательное дейбіз да, сөз үшін. Етім, қарашайша етім деп та глаголға айтылынады. Білмеген бар есе, ол формалада айтылғаны Аллах Тағала рахмат сөзіні сыфатта не да етім формада айтқан сыфатта айтқанлары 300-ге жуық жерде айтқан етеді Аллах Тағала. Рахмат, 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 кечігіз, кечмеклік, кечүүчү зат деп ол сөздені. Алладан бірінен айтсақ, Аллах Тағала Құр'анда айтады: "Инна хуа тауабур рахим." Аллах Тағала дейді, таубаны қабыл етуші, емді жазысынушы дейді. Аллах Тағала таубаны тауаб деген таиб, тауаб деген таубаланы көп таубалан қабыл етуші, емді рахим, көп рахматы болған деп Аллах Тағала Құр'анда айтады. Башқа аятында да айтады Аллах Тағала: "Юдхилу ман яшау фи рахмати." Аллах Тағала кімні сүйсе аны кесін рахматына суғат дейді. Аллах Тағала кімні сүйсе аны кесін рахматына салат дейді. Башқа аятында да айтады Аллах Тағала: "Валлаху гафурур рахим." Аллах Тағала кешүүчүдү, эмда жазысынуучуду дейді. Башқа сыфатта да айтқан саатында Аллах Тағала рызқыны да рахмат бла сыфатлайды. Кесіні сақлап тұрған сақламын да рахматына тең етеді. Не дейді? "Ма яфтахуллаху линнаси мир рахматин фала мумсика лаха." Аллах Тағала дейді адамларға бір рахматны берсе, аны тияр кіші жоқты дейді. Тәфсиріне қарасаң, Аллах Тағала рызқыны берсе, Аллах Тағала жаңғыр берік болса, Аллах Тағала ниғматланы берік болса, адамға дейді, аны тияр кіші жоқты дейді. Аланда Аллах Тағала рахмат деп айтады. Нектесен кесін рахматыға береді. Аллах Тағала рахматла бермесе бізге суны қалай бір жашарға адам баласы, рахматла бермесе битімні адам баласын жашарға мадары жоқты. Рахматла бермесе ашын суын, ол да рахмат да аңдай алмайбыз. Біз табабыз да, тоябыз да, шайбыз, алай болғаны рахмат болғанын сез алмай тұрабыз. Аллах Тағала ол да сізге рахматты деп алай айтады. Көп хадислерінде Аллах Тағала рахматлықны, халал жүректілікні, адамның жазысына білмектілікні үстінен де Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадистерінде көп жерде келеді. Аллах Тағала келечісі айтады, Абу Хурайрадан келген: "Инна Аллах катаба китабан", сааттада айтқан хадисі біз Аллах Тағала жазған дейді, жазуыны жаратымны басын жаратқын үшін дейді. Айтады дейді, "Мен рахматым озғанды азабымы" дейді. О саатта Аллах Тағаланы "Фахуа мактубун индаху фауқал арш", бұл дейді аршының башында жазылыптады Аллахта деп Алла айтады. Аллахны рахматы кеңді азабынан жамағат. Аллахны рахматы кеңді аны ачуынан, ол себептен Аллах Тағаладан таубаға қайтығызме деген мағынасын айтады Пайғамбар алейхиссалату вассалам. Башқа аятында Аллах Тағала кесіне айтқаны, кесіне үстіне айтқаны: "Катаба раббукум аля нафси рахма." Аллах Тағала кесіне рахматыны бұйырған дейді. Кесіне жазған рахматын дейді. Аллах Тағала кесе рахматлы деп білдіреді дейді мағынасы. Аллах білінген саатта сөз үшін ассоциация дейледі. Орысыла бір зат аш десе адам тойғалық ба ассоциировать етті. Орысша айтсақ сөз үшін Аллах деп айтылған саатта рахматлық ба адамның халына
Эмдесин Аллахтын рахматы эсине түшүрү керек. Биринчиде Аллах Таала Куранда айтады: "Катаба раббукум аля нафсихи рахма." Сиздин Аллахыңыз кесине рахматны буйруган дейт. "Аннаху ман амила минкум суан бижахалатин, сумма таба мин ба'д ва аслаха фа аннаху гафурур рахим." Аллах дейді, сізге Аллахыңыз кесіне рахматын бұйырған дейді. Ичіңізде кім болса да дейді, амаллық етсе жахиллігі бар дейді. Сұра тауба қайтса ұзақ созмағалай. Біреулен günah еткен болса жамаат тек оғына тауба қайтырға керекті. Біреулен günah еті бейсе қоймазға керек таубаны тамыла бір сүкінге. О сағаттан оғына тауба қайтса дейді Аллах Таала. Günah еткеннен сұра. Ва аслаха, анан сұра түзетсе дейді тез еткен үшін Аллах Таала кешушіді, емді жазысын шүттеп Аллах Таала ал айтады. Бұл аятның тәфсирінде айтылғаны, айтына көре имам Табарини айтқаны, Аллах Таала рахматтылығы бұла кесіні құлларына айыпларını жолықтыруға, азап салырға ашықмайды, Алланы тауба қайтырларын сақлаған етеді дейді. Біреулен günah етіп еген болса, Аллах ол günah үшін жеттіріп барып болса, кішіні қояр қылем дейді жерде. Аллах Таала айтады, Құранда кесі нет, ким Аллаху Таала сізге лау юахизуллаху наса бима касабу ла'аджала лахумул азаб. Аллах Таала дейді, адамлар еткен günahlar үшін жеттірік болса, Аллаға азапны ашықтырыр деп Аллах Таала айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламны хадисіне қарасақ, оның үстінен ақсама Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Пайғамбар алейхиссалату уассаламда ант еткен еді бір кері айтады: "Уаллази нафси бияди", мен нафсым аны қолында болған ба ант етеме дейді, Аллахның бұйруында болған ба дегенде. "Ла ядауллаху рахмату илля алар рахим", Аллах Таала кесін рахматын жаңыз кімде рахматлық бар есе аңа берікті деген. Кімні жүрегінде жазылмақлық бар есе Аллах аңа салықты рахматын деп айтады. "Қалу я Расулаллах", осы атта айталла дейді сахабала, "Ей Аллахның келечісі" дейді, "Куллуна рахим", барыбыз да рахматлыбыз дейді. Сатта кем айталық тала жамаатта, біз барыбыз да жазылсыншылабыз деп. Жазылсынучу ма деп айтқан қой, жазылсынған айыпқа шыққан сатты. Айыпты жазылсынғаны. Сенге біреулен жоқ айтқан болса, аңа дерт қайтар бана ашытқан үшін кесін еркшіге санайды, ол ашытса. Оғойда кешік қойып, недан жазылсынғаны кесіні қызбайлыққа санайды жамаат. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам не дейді? Айталла, біз барыбызда жазылсынушылабыз дейді. Biz aytalıqtır, biz anca cemaat жазылсынушылабыз деп. Нек десең жоқты жазылсынмақлық жүрегі бізде. Не үшін жоқты? Нек десең көрік болмайыз бір-бірі бізіне. Ажашырын сақлап тұрабыз, абындырын сақлайбыз, теріс атларын сақлайбыз, günahları bayan болырын сақлайбыз, бедишачылығын сақлайбыз. Адам аяғанын алайым етеді sonra. Sonra айталла, біз барыбызда аяушылабыз дейді, жазылсынушылабыз дегенде, Пайғамбар алейхиссалату уассалам не дейді? Лейса бирахмати ахадикум сахибаху. Мен ол рахматтың үстін айтмайма дейді, бірің-біріңі жазылсынғанның үстінден дейді. Ол да жоқты, Аллахың келечісі бізде. Ол да жоқты, тапсатты. Бір-бірін жазылсымайлы, бай, немеше қарап тұрады, қалайда бір жашады, қалайда бұны баям етейім деп, аңа қарап тұрды. Бір-біріңе жазылсынған үстінен айтмайма дейді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Даже аннан да ұзақ болған біз, жамаат біз. Алай баққа, ярхамун наса каффа. Рахматлық деп, адамланы барысында жазылсынған айтылмады деген. Барысында жазылсынған. Адамланы сағатта мұсылманланаты ба, адамланы көрік болмаз көрет көресіз да? Аланы өлтіруге керекті, қырға керекті, қан төгере керекті алайтады деген. Пайғамбар саллаллаху не дейді? Барында жазылсынға керексіз дейді. Ол халығыз болса, осы атта Аллахның рахматы сізге болуқты. Пайғамбар алейхиссалату уассалам өлтіргенбіз дегенде осы түзетіргенбіз деген миллетіне. Чуд сабиені жанасын алып шыққанларында Пайғамбар саллаллаху сорған дейді, кімді дейді? Айталла Чуд сабит дегенде Пайғамбар саллаллаху көлтіре алмайын жерге отырады дейді. Ол ештірген затыны көлтіре алмайын жерге отырады. Қайын бір açıq апар келсе адам аяқлары тұтмай жерге бір отырады. Ол да айтады. Аз Чуд саби, аз христиан ма ушат сатты. Пайғамбар алейхиссалату уассалам ешкенде ол тұрады дейді, башынан тұтады дейді. Ой, құтқара алмадық, біз бұны құтқара алмадық деп айтады. Жүрегі қайғырып Пайғамбар алейхиссалату уассалам Аллаға динге түсөтірге, динге чақырға, Аллахның рахматына байларға асыры бек қайғырғаннан Аллах Таала не дейді? Ла тузиб нафсака алейхим хасарат. Кес-кескен құрытма аламалтын дейді. Аллаға асыры бек қайғырғаннан кес-кескен құрытма дейді Аллах Таала. Қайда да ол рахмат жамаат мұсылманлар сатты. Мұсылманлар кесен арасында жоқты бұл зат. Башқаларға қой, кес арасында жоқты бұл. Кесі біздің ашай тұрабыз, талай тұрабыз сатты. Аллах Таала кесі барымызда түз жолына салсын. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам
Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны Таифте хабарына да енді аны хабарында айтқан неге сізде сол Таифке дінге шақырға деп барғанда Таифне адамлары түйіп асыры бек түйілгеннен пайғамбар саллаллаху үстінен келген қаны чорықтардың ішінде шорқылдаған етеді дейді. Шоп деп қаны тауыш дейді. Адам суға келіп шықса чоғын іші бір етеді. Пайғамбар алейхиссалату қаннан барлайды дейді ұзат үстінде. Сол пайғамбар саллаллаху о халда тұрғанлайына Жибрил алейхиссалату мөлектен алып келеді біргесіне. Айтқан еді, Аллах келесі Аллах мөлек екен менге дейді. Ма бұңа бұл тауланы мөлегет дейді. Мұңа бұйрық бер дейді. Мұңа бұйрық берсең, бұл екі таудың арасында түбет ерікті болған барысында дейді. Жаңыз айтырыңды дейді, айттың барында түбет ерікті дейді. Сол пайғамбар алейхиссалату үстінде қаны кепмегенден даладан түйілген қаны, асыр көп түйгендерінен, башында, аяғында, таяқпа, ташпада не түрлі затта түйгенде пайғамбар алейхиссалату айтады, оғай дейді. Оғай дейді, ұнамайды. Не үшін жамағат? Жүрегі рахматтан толып тұрады пайғамбар алейхиссалату. Рахматтан толған. Не дейді? Оғай дейді, Аллах Тағала дейді. Алланың ішлерінен дейді, Алладан туған кім болса да Аллахын бір деп айтырса дейді. Бұлада болмаса алада. Бұладан туған кім болса да айтырса, үзіклерінен болырса Алла бір адам деп айтады жамағат. Қалай бір кеткен біз пайғамбар алейхиссалату діннен жамағат. Ішіміз терсейген екен, Аллах Тағала кесі түзетсін. Пайғамбарымыз алейхиссалату башқа хадисінде айтқаны, ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям залама муахидан. Пайғамбар алейхиссалату хадисінде айтады. Біздің ішімізде муахидліге дейді. Муахид не затты? Мұсылман қыралының ішінде башқа дінлі адамла тұрғалы. Башқа діннен адам мұсылман қыралының ішінде жашаған сатта аннан комфортно жашаған кіші болмады жамағат. Аны не қазават қалмағалы, не ұрышқа ілтмегелі, не қинамағалы, не інжілтмегелі, не мырза етмегелі. Ұрышқа барып болса мұсылманлан алып кеткелі. Алла ішілерінде тұрғалы қыралына. Пайғамбар алейхиссалату не дейді? Аля ман залама муахидан. Ичігізде кім болса да муахидке, башқа дінлі, сізін ба бірге жарашып тұрған, жашап тұрған адамға артықлық етсе дейді. Ау интақасаху, не да сыйсыз етсе дейді. Ау каллава фоқа тақатихи, не да қолынан келмеген затынанға жүклесегіз дейді. Ау ақада мину шейан би ғейри изнихи, min gayri tibi nafsihi, ne de anı kolundan deydi. Razı bolma Allah zatın sıyırıp alsağız deydi. Fa ana hacicuhu yevmel kıyama. Men ona karşı bakma kıyamet günü degen. Fen beşatı soğan. Ne öldürgenin üstüne aytılmaydı bayda. Ne deydi? Kim deydi artıklık etse deydi. Ne de sıysız etse deydi. Sıyın düşürse. Ne de deydi kolundan kelmeyen zatını cüklese üstüne deydi. Ne de sorma Allah zatını alsa o adamga kıyamet gün men karşı bakma deydi. Da Kur'an da o adam kimge Peygamber karşı varsa kıyamet gün. Ne namazı kılgan, ne nemez kılgan o adamla. Bu hadiste keledi Abu Davud'da da isnadı Hasan. İsnadı da iki isnadı var deb alaytat. Peygamber aleyhissalatu vesselam da kılgan cemaat. Başka hadisinde aytkanı kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem man qatala raculan min ahli zimma içinizde kim bolsa deydi ahli zimmadan adamını öldürsegiz ahli zimma kimdi? Müslüman kralının içinde başka dinli adamla yaşayan adamla Allah'dan deydi kim bolsa öldürgeniz bolsa lem yecid rihal cennet. Cennetni iyisinden var kıldı degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lem yecid rihal cennet ve inne riha la yujadu min masirati 70 aman. Cennetni iyisi deydi. 70 yıl yolculuktan beri kelet deydi iyisi. Allah iyisi var deydi. Anı iyisinden varlıklı deydi. Seni amanatında durgan adamla, senin birge yaşap durgan adamla kan tökkenin bolsa deydi. Başka dinlene. Arsaatda karaz ki sizin dinligen yetebіз. O Dağıstan'da bu zatları gördüğünüz ne bolğan? Bizde bayla bu zatlarında gördüğünüz cemaat. Ne boldu söz üçün? Dinni atıbla musulmanlarına hem de birgelerini yaşayan adamların kanlarını töküledi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birgene yaşayan adamın kanını töksen men senge karşı bakma kıyamet gün deydi. O bir hadisinde aytadı kıyamet gün cennetini iyisinde anlarıp tüldü dep Allah aytadı. Başka hadisinde aytkanı man la yarham la yurham. Kim cazısını ise cazısınılık tüldü. Qara kim cazısını ise dünyada cazısınılık tüldü ahiratta deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur adamlığa bulma cazısınlıklı cemaat. Allah'ın hadislerinden biri canavarların cazısını üstüne tınlasak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytadı iki tüşürün üstünden biri deydi kiştigi amaltın cehennemge kirgende biri de iyi tamaltın cennetke kirgen cemaat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytadı havle tüşürü deydi. Yolda kelip itni huyun içinden suğa kiralmağalay, burnarca tamağalay, cerini calay turgan körgende suapta deydi. Kirip deydi. Ar içine çuruğuna su alıp o suyunu it geçirgende deydi. Peygamber Aleyhisselam aytadı. O havle tüşürü. Allah da o yüreğini de tüzetip deydi o adamını. O yüreğini de tüzetip, işini de tüzetip anıba cennetke kirir dedi. O itke su içirgen hateri bula. Başka tüşürü deydi Allah'a kulluk etken adam. Kiştigen üyünde koyu tutup deydi. Şuur vermegel deydi.
тышына шығып кесіне азығына қарай алмағандай аштан өлтіргенде дейді, ол кішітікне заруатты салған себепле Аллах Тағала анамалығы ба түшіруіні жаханимге суат деп айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Джабал Ухуд Мединада болған сатта, ол Джабал Ухудта көп мұсылманның қаны төгілген. Алайда сол сатта былай суеверия бек жайылған көзіле болғалы араплан заманда. Сора байда адамға көп қырылдыла. Бұл Джабал Ухудтың үстін қалай бір қанымыз төгілді деп ана еш көрмесше, Пайғамбар алейхиссалату вассалам қолын бұл адамені көгісіп сыйлы қолға тауыны алайтады. Хада Джабалун юхиббуна ва нухиббуху дейді. Бұл тау дейді, бізді сүйет, біз даны сүйет бізді бұл айтқан. Даже тауға да шығарамасылы деген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам үстінде адам өлген үшін. Хада Джабалун юхиббуна ва нухиббуху дейді. Ол себептен жамаат Аллах Тағала кесі кең рахматлы етсін жүрегіміздің барысында. Жүрегімізде не қадар рахмат болса, Аллах Тағаланың рахматында тұрықпыз. Жүрегімізде не қадар рахмат кетсе, Аллахтың рахматынан үзілген етерікпіз. Анда аңа чет бір ишекте жоқты. Пайғамбарымыз алейхиссаламға Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, ва лау кунта фаззан гализал қалби лам фадду мин хаулик." Сен қайсы рахматын берген салаға дейді, қалай рахмат берген талаға дейді сен дейді қыны тілді, қаты жүректі болғайың, қатыңды адам тұрып түлетсен деп Аллах Тағала айтады. Ол себептен Аллах Тағала Аллахыма рахматын тапқалы етсін. Жүректеріміздің Аллах Тағала рахматқа толтырсын. Дүнияда рахматлы болып, қияматта да Аллахтың рахматын тапқалы етсін барымызда. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جماعة اسكرتر